Масқара қыздар, енемді ренжітіп алдым. Енді не істеймін деп отырған кезімде мексикандық тағам есіме түсіп кетті. Мен енемнің көңілін қалай аулауды білемін. Осындай дәмді, ерекше тағам дайындап беріп, енемнің көңілін аулайтын боламын. Керек заттарымды дайындап алып, қызып тұрған табаға майымды құйдым да, қарышымды салып, қатты отта суы тартылғанша 10 минуттай қуырып алдым. Ұсақтап туралған пиязымызды салып, араластырып қуырып алдым. Ал достар, сіздер маған лайк басып, тіркеліп, қоңыраушаны басуды ұмытпаңыздар. Отымыздың астын жай қойып, сәбізімізді салып, жақсылап араластырып қуырамыз. Үстіне тұзымызды, бұрышымызды салып араластырамыз. Болгар бұрышын, ащы бұрыш, тәтті бұрыш барлығын қосып, араластырып қуырып аламыз. Ұсақтап туралған сарымсағымызды салып, бір араластырып, жай отта бетін жауып 5 минутқа қалдыратын боламыз. Сонымен біздің дәмді мексикандық тағамымыз дайын болды. Бетіне өзіңіздің қалауыңызша осылай көкөністеріңізді, жүгеріңізді салып, дастарханға ұсынатын боламыз. Мен гарнирге күріш бердім. Сіздер өз қалауларыңызша берсеңіздер болады. Барлықтарыңызға ас болсын. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайтынына сөзсіз сенімдімін. Енеме бұл тағам өте қатты ұнады. Тіпті маған ренжіп отырған кезін ұмытып та кетті. Аналарыңызды, енелеріңізді ешқашан ренжітпеңіздер. Сіздермен бірге болған Ният, Нұршат.